Төтенше жағдайлар қызметі мемлекеттің тікелей бақылауындағы халық пен аумақтық қауіпсіздігі үшін аса қажет абыройлы мамандықтардың бірі. Себебі ел арасындағы төтеншеліктерге деген жағымды көзқарас осыны аңғартады. Төтенше жағдайлар саласына жан-тәнмен беріліп, осы салада 1992 жылдың қыркүйек айынан қызмет атқарып келе жатқан азаматтық қорғау полковнигі Бағдат Жұмаұлы Данилов та осындай азаматтың бірі. Ол өзінің қызмет жолын 1992 жылы Қызылорда облысы оңтүстік Қазмұнайгаздағы нөмірі 153 әскерленген өрт сөндіру бөлімінде жүргізуші қызметінен бастап, 2008 жылы Қызылорда облысы төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары лауазымына дейін көтерілді. Ұйымдастырушылық қарым-қабілетін сарқа жұмсайтын ол Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі тарапынан үлкен абырой сенімге ие бола отырып, 2012 жылы Төтенше жағдайлар министрі Владимир Карпович Башконың бұйрығымен Жамбыл облысы Төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары лауазымына тағайындалды. Осы лауазымда өзіне жүктелген міндеттерді мүлтіксіз адал орындағанын жоғары бағалаған Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрі полиция генералы Қалмұхамбет Нұрмұхамбетұлы Қасымов 2015 жылы Жамбыл облысы Төтенше жағдайлар департаменті бастығы лауазымына тағайындады. Жамбыл облысында табиғи да, техногенді төтенше жағдайлардың барлық сипатын кездестіруге болады. Табиғаттың осы өзіндік ерекшеліктері Жамбыл облысы төтенше жағдайлар департаментіне үлкен жауапкершілік жүктейді. Қызметтің осындай аса күрделілігіне қарамастан, азаматтық қорғаныс, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты, сала аралық, аймақ аралық үйлестіруді іске асыруда жеткен жетістіктері ескеріліп, Бағдат Жұмаұлы Данилов келесідей мемлекеттік марапаттарға ие болды. Ол Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің төтенше жағдайлардың алдына алуда және жоюда үздік шыққаны үшін және өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін бірінші, екінші, үшінші дәрежелі медальдарымен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті 20 жыл мерейтойлық Қазақстан Республикасы Ішкі істер ардагері медалімен ар намыс абырой кеуде белгісімен марапатталған. Бағдат Жұмаұлы облыс аумағындағы орын алған әрбір ауқымды төтенше жағдайларда білікті және жедел шешім қабылдап, штаб жұмыстарын жоғары деңгейде ұйымдастырып, қиын жағдайларда тез бағыттау, төтенше жағдай салдарын жою бойынша іс-шараларды және құтқару операцияларын бірнеше рет білікті басқара алды. Сондай-ақ өзінің бағынысындағы қызметкерлеріне практикалық тәжірибе бере отырып, кәсіби білімі мен дағдысын қызметтерін адал атқаруға, өз ақыл кеңесін айта отырып, ынталандыруға бағыт көрсетті. Бағдат Жұмаұлының тікелей басшылығымен және білікті ұйымдастыруымен облыс аумағындағы барлық құтқару қызметтерін жұмылдыра отырып, халықаралық және республикалық масштабтағы іс-шаралар жоғары ұйымдастырушылықпен өткізілді. Айта кететін болсақ, ол химиялық қауіпсіздік 2015, халықаралық жер, көктем, қыс республикалық командалық штабтық жаттығулары және өрт қолданбалы спортынан республика чемпионаттары. Өз мамандығын жандай жақсы көретін Бағдат Жұмаұлының алдына қойған мақсаты ол осы төтенше жағдайлар қызметінің имиджін халықаралық көтеру, азаматтық қорғаныс, өрт қауіпсіздігі саласын дамытуға бар күш-жігерін салу, іздену жаңа тәсілдер енгізу. Олай болса, біз Бағдат Жұмаұлына халқымыз кезінде батыр ұлдарына айтқандай, шығар биігің аласармасын, алар асуларың көп болсын деген ақ бата тілеп, өмір деген бұралаң жолда өз арманың мен мақсатыңды ұштастырып, асудан асу биік белестерді және өмірлік ұстанымыңыздан танбай, қызмет жолында талай биікті бағындырып, генерал шеніне жетуді, яғни генерал бақтын тілейміз.
Қазақ болып тумағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрек жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып тумағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуелетпен кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып тумағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жеті атамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып тумағанда нетерем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазы қарта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ащы көтерем. Қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Древний наш Джамбул Тарас, ты отчий дом родной для нас. Оазис ты на шелковом пути, продолжаешь обновляться и расти. Славный наш Джамбул Тарас, не налюбуется тобой сегодня глаз. Утопаешь весь в зелени цветах, фрукты наливаются в садах. Милый наш Джамбул Тарас, музыкой степь звучит для нас. Знакомы с детской нам поры звуки сочные домбры. Мы видим в снах Джамбул Тарас и реку горную Талас. Зной остужает свежий ветерок, настоящий райский уголок. Процветай, Джамбул Тарас, ты родина любимая для нас. Ты в жизни путеводная звезда, и в нашем сердце навсегда. Древний наш Джамбул Тарас, ты отчий дом родной для нас.
Оазис ты на шелковом пути, продолжаешь обновляться и расти. Оазис ты на шелковом пути, продолжаешь обновляться и расти. Асылбекті туған, алаш кегін қуған, ерлерім ел үшін белін бекем буған. Ақ білек күшімен, ақ найза ұшымен қорғаған бабамның үлгі алып ісінен. Алға, алға, алға қазақ жігіттері, сенім артқан жансың халық үміттері. Көк аспанда желбіресін көк байрағың, жаса мәңгі қазағымның жігіттері. Жігіттер, жігіттер, биікке өрлеңдер, ел үшін, жер үшін намысты бермеңдер. Нардың күші дарып, жүрек дүрсіл қағып, жетіңдер жеңіске, шаршы топты жарып. Алға, алға, алға қазақ жігіттері, сенім артқан жансың халық үміттері. Көк аспанда желбіресін көк байрағың, жаса мәңгі қазағымның жігіттері. Сенім артқан жансың халық үміттері. Көк аспанда желбіресін көк байрағың, жаса мәңгі қазағымның жігіттері. Алға, алға, алға қазақ жігіттері, сенім артқан жансың халық үміттері. Көк аспанда желбіресін көк байрағың, жаса мәңгі қазағымның жігіттері. Как мало вам стихов и песен посвящают, давясь насмешками в спокойствии будних дней. Вас меньше хвалят, больше вас ругают и вспоминают лишь в беде своей. Когда рукой дрожащей набирают простейший в мире телефонный номер 01, и провода кричащий голос обрывает, о помощи просящий ты приди.
Ведь в нашем деле не должно случайных, залетных, временных, трусливых быть. Хочу воспеть в своих стихах пожарных, ведь со стихией борясь, мы все же любим жить. Хочу я дань отдать по праву всем людям, посвятившим жизнь борьбе с огнем и незаметной славой, своей судьбой помочь чужой судьбе. В огонь и дым, а иногда и к вечности навстречу, вы жизнь свою сжигая за других. Алматинцы, чернобыльцы, ленинградцы и все, кто заменяет нынче их. Как хорошо, что в нашей жизни горькой есть твердое, надежное плечо, укрытое под дымною боевкой, и бьющееся сердце горячо. На свете мирней нет работы, чем горе людям помогать, чем бить огонь водой и потом, у смерти жизни отнимать. Чем бить огонь водой и потом, у смерти жизни отнимать. Чем бить огонь водой и потом, у смерти жизни отнимать. У смерти жизни отнимать. У смерти жизни отнимать. Жастарының жалыны бар, қарттарының қадірі бар. Жақсылыққа жаны құмар, жаса қазағым. Тарихының тамыры бар, дәстүрінің тәлімі бар. Сақ пен құмның сарыны бар, жаса қазағым. Жаса қазақ тілім, жаса ғажап дінім, баянды боп азат күнім, бағың таймасын. Жаса рухты халқым, жаса құтты салтым, айдан асып мықты даңқың, жаның жайнасын. Көсемдері кесім берген, керуен тартып көшін керген, төрттілігі төсіндірген, жаса қазағым. Ту көтеріп тұлпар мінген, саят құрып сұңқар ділген, күйдегі бән шырқап жүрген, жаса қазағым. Жаса қазақ тілім, жаса ғажап дінім, баянды боп азат күнің, бағың таймасын. Жаса рухты халқым, жаса құтты салтым, айдан асып мықты даңқың, жаның жайнасын.
қазақ тілім, жаза жаза ғажап дінім, баянды боп азат күнім, бағың таймасын. Жаза жаза рухты халқым, жаза жаза құтты салтым, айдан асып мықты даңқың, жаның жайнасын. Жаза жаза қазақ тілім, жаза жаза ғажап дінім, баянды боп азат күнің, бағың таймасын. Жаза жаза рухты халқым, жаза жаза құтты салтым, айдан асып мықты даңқың, жаның жайнасын. Ей, жаза жаза. Кең көсілген жерім бар, айдын шалқар көлім бар, адамдары ақпейіл, қазақ деген елім бар. Қазақ асыл тегім бар, батырым мен бегім бар. Біз тәуелсіз ұл елміз, болашақтан сенім бар. Қазақстан, Қазақстан, тәуелсіз ел бақытты. Қазақстан, Қазақстан, тәуелсіз жер бақытты. Қазақстан, Қазақстан, тәуелсіз ел бақытты. Қазақстан, Қазақстан, тәуелсіз жер бақытты. Әнұран боп әніміз, оңнан атты таңымыз. Қазақ болып туылған, сая тапты жанымыз. Алдан шығып бағымыз, жеке болды тағымыз. Ел таңбамен көк туды, қастерлейік бәріміз. Қазақстан, Қазақстан, тәуелсіз ел бақытты. Қазақстан, Қазақстан, тәуелсіз жер бақытты. Қазақстан, Қазақстан, тәуелсіз ел бақытты. Қазақстан, Қазақстан, тәуелсіз жер бақытты. Қазақстан, тәуелсіз ел бақытты. Қазақстан, Қазақстан, тәуелсіз жер бақытты. Қазақстан, Қазақстан, тәуелсіз ел бақытты. Қазақстан, Қазақстан, тәуелсіз жер бақытты. Нет улиц, противогазы, каски, дым, огонь, дышать так трудно в маске. Но шагнули трое как один, и пошли, пошли в огонь и в дым. Силою струи прикрыты первый, ствол в больших руках грохочет верный. И за сцепку в черном бе держась,
Держат связь сердцами, держат связь. Это как богатыри из сказки, наши парни в альпинистской связке, друг за друга насмерть до конца. Три бойца, три каски, три лица. Нету лиц, противогазы, каски. Дым, огонь, дышать так трудно в маске. Но шагнули трое, как один. И пошли, пошли в огонь и в дым. И пошли, пошли в огонь и в дым.